Қайырлы күн достар, біз бүгін арнайы ботты қалай жасау керек екенін нөлден бастап бізге дейін ең қарапайым ботты жасауды көрсететін боламын. Бұл сабақ арқылы сіз ботты қалай жауап құрастыру керек, боттың қандай функциялары бар және де батырмаларды қалай қолдануға болатындығы туралы үйренетін боласыз. Енді кеттік. Қараңыздар, бізде бүгінгі күні боттың міне төрті бүгін дәл осы бүгін құрастырғам және де қазір жіберетін боламын. Ең бірінші бізде не? Telegram ботты құрастыратындықтан бізде description бар. Яғни ботта старт батырмасын баспастан бұрын арнайы дайын тұратын текст. Енді осы descriptionды дайындаймыз. Одан кейін about міне және де ол боттың жалпы бос арнайы никнеймін аламыз. Енді қараңыз, бұлардың барлығын қалай қою керек екенін барлығын мен алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын, сондықтан да бұл жерде қазір оған тоқталмай қояйын. Енді бізде қараңыз, егер де старт батырмасын басқаннан кейін бізде ең бірінші приветственный сообщение келу керек. Және де сол приветственный сообщение дайындап қойғанбыз. Міне, сәлеметсіз бе, сіз королевский маркетинг курсына толық тіркелдіңіз. Курс барысында кездесетін ең көп сұрақтардың жауабын осы боттан ала аласыз. Яғни қараңыз, курс барысында адамдарда көп кездесетін сұрақтар бар, курс барысында адамдарда керекті ақпараттар бар, жіберілуі керек. Бұның барлығын жалпы арнайы ботқа тіркеп қоюға болады. Бұны тек қана жалпы курстарға ғана емес, оны кез келген тауар саласы болсын, кез келген услуга саласы болсын, кез келген жерге боттар жасай беруге болады. Барлығында жасау принципі бірдей болады. Алайда сіздер қазір көріп отырсыздар, 2 сағатта құрастырылған толығымен логикасы нөлден бастап жалпы техникалық заданиясы құрастырылып біткен ботты көріп тұрсыздар. Бұл ең оңай қарапайым бот. Енді сіздер бұны бір күнде құрастырып шыға аласыздар. Өйткені сіздерде бұны құрастыруға кішкене ұзағырақ уақыт кетеді. Енді қараңыз, бізде ең бірінші приветственный сообщение бар. Приветственный сообщениенің астында көріп тұрғандарыңыздай адамдарға керекті сұрақтар тұр. Сіз бұл сұрақтардың барлығын жауабын ботқа кіргенде көре аласыз. Яғни мен сіздерге осыдан бұрын арнайы ботты жіберген болатынмын. Сол ботты ішіне кіріп көретін болсаңыздар, онда ішінде барлық ақпараттар салынып тұр. Енді қараңыз, егер де курсқа байланысты осы сұрақты жіберетін болса, оның жауабы міне. Яғни көрдіңіздер ме? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ. Яғни курста кездесетін ең көп сұрақтар оның тізімі тұр. Келесі серіктестік жайлы ақпарат. Серіктестік жайлы ақпарат. Одан кейін серіктестік болғым келеді, яғни мен осы ақпараттармен келісем деген адамдарға арнайы бөлек батырма. Және де бұл батырма барысында сіз көресіз, кері, яғни назад деген в главное меню, яғни бас мәзір деген арнайы батырма бар. Соны қалай жасау керек екенін үйрететін боламын қазір. Одан кейін сабаққа байланысты қосымша ақпараттарды қалай жіберу керек. Ол жерде сабаққа байланысты қосымша ақпараттар барысында сізде тек қана қосымша ақпараттарды жіберу емес, бұл жерде мысалға чек-листтің орнына өзіңіздің каталогыңызды жіберуге болады, видеоның орнына өзіңіздің продающий видеоңызды жіберуге болады деген сияқты. Одан кейін қосымша сұрақтарыңыз болса, яғни егер де бұл 10 сұрақтан бөлек, тағы да одан да басқа сұрақтар болатын болса, серіктестіктен бөлек сұрақтар болатын болса, онда біздің жекемізге жаза аласыз деген жаңағы бөлім боттың. Одан кейін сабақты көріп алғаннан кейін арнайы ұсыныстарыңыз болса, яғни сабақты көрдіңіздер, сабақ ұнады немесе ұнамады, қандай өзіңіздің ұсыныстарыңыз бар сабақты жақсартуға деген. Міне, бұл сондай бөлім болып табылады. Бұның барлығын сіз ботқа кіру арқылы өзіңіз көзіңізбен көре аласыз, қалай жасалынғандығы, қалай бот оған жауап беретіндігін барлығын, жақсы ма? Енді осындай ботты сіз алдын ала құрастыруыңыз керек. Яғни сіз ботты құрастырмастан бұрын жалпы ботта қандай сұрақтарға жауап беру керек, ол қалай болу керек, барлығын алдын ала осылай қағазға қаламсаппен немесе карандашпен де салып қоюларыңыз керек. Неге? Себебі алдын ала боттың логикасын, ол қалай жауап беру керек, кімге не айту керек екендігін біліп отыруыңыз қажет. Жақсы ғой? Және де біз осылай құрастырып алдық. Ол ең қарапайым 1, 2, 3, 4, 5 бөлімнен тұратын, және де 10 сұрақтан, арнайы сабаққа байланысты видеолардан, және де серіктестікке байланысты бөлек бір бөлімнен тұратын бот болып табылады. Енді осы ботты қалай жасаймыз? Біз, яғни сіз өзіңіз де дәл осы қағазға немесе мен сияқты Miro деген бұл платформа, міне miro.com деп жазылады. Егер де Miroға кіріп тіркелетін болсаңыздар, сіздерге тегін түрде дәл осылай 5 түрлі логика құрастыруға рұқсат береді. Жақсы ғой?
ол тегін, оны кірсеңіздер өздеріңіз барлығын түсініп аласыздар. Енді қараңыз, біз осы логиканы құрастырғаннан кейін біз чат-листке кіреміз. Яғни міне өзімнің ботым пайда бар, автоворонка және де сценарий. Осы уақытта жалпы автоворонка мен сценарийдің ерекшелігін, айырмашылығын білесіздер деп ойлаймын. Автоворонкада тек бір ғана текст жазылады, сценарийде бірнеше текст жаза беретіндігін. Енді бұл жерде начать деген начать бөлімі бұл негізінен ВК-ға арналған. Старт бұл негізінен Телеграмдың логикасы, яғни қараңыз, біз бір автоворонкада бірнеше боттың логикасын құрастырған болатынбыз. Енді дәл маған керек боттың логикасы міне бас мәзір деп тұр. Осы бөлімге кіремін. Неге бас мәзір деп қойдым, жалпы оның мақсаты не, оның барлығын түсіндіретін боламын. Енді қараңыз, бізде текст бар, иә? Сәлеметсіз бе, құттықтаймын, сіз Королевс маркетинг курсына қатыстыңыз, итд. Деген. Осы текстті аламыз, толығымен көшіріп аламыз, және де chatlit.io нүкте платформасына алып келіп, осы жерге қоямыз. Кішкене корректировка жасау керек. Арасы қатты ашып кеткен жерлер бар, міне. Және де одан кейінгі сұрақтарды көріп тұрсыз, сұрақтар бөлімі тұр. Яғни бізде негізінен осы сабаққа байланысты 5 сұрақ бар. Курсқа байланысты 10 сұрақ, көп кездесетін және де орын жауабы. Екінші серіктестік жайлы ақпарат, үшінші сабақтарға байланысты ұсыныс айту, төртінші сабаққа байланысты қосымша ақпараттар, яғни чек-листтер, видеолар алу, бесінші басқа ақпараттармен қызықтырады деген. Енді осының барлығын біз қоямыз. Көрдіңіздер ме? Міне 5 сұрақ тұр, 5 бөлімде тұр. Енді бұны қалай құрастырамыз? Бұны қалай жасаймыз деген сұрақ. Ең алдымен өзімізге керекті сұрақтың текстін копировать етіп аламыз. Және де оны chatlit.io платформасына келіп, добавить кнопку батырмасын басамыз. Осы кезде сіздерде новая кнопка деп тұрады. Думалақты басамыз, оң жағында қызылды. Басқан уақытта новая кнопканы өшіреміз де, орнына бізге керек текстті қоямыз. Көрдіңіздер ме? Енді осы кезде өте мұқият болатын бір жағдай бар. Өте мұқият болуыңыз керек. Сіздер қазір алдағы уақытта осы текстті сценарийде бірге бір қайталауыңыз керек. Яғни бірге бір қайталау деген не? Сізден ортасында көрдіңіздер ме? 2 рет пробел қойылып кеткен. Егер де бұл жерде 2 рет пробел қойылып, ал сценарий бөлімінде тек бір пробел қойылатын болса, ол кезде бот сіздерге жауап бермейді. Яғни сообщение в точности совпадает с деген сөз тұр ғой сценарий бөлімінде. Енді сценарийде егер де ол бір пробелдің өзі артық жіберіліп кететін болса, онда сіздің ботыңыз жауап бермейді. Және де оны мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне осылай тұрады, және де жай ғана қалған бөлімдерге тиіспей добавить деп қоя салыңыздар. Қалған бөлімдерді бұл автоворонка кезінде керек болады. Енді қараңыз, курсқа байланысты топ 10 сұрақ, және де үстінде курсқа байланысты топ 10 сұрақ деп тұр. Үстіндегі сообщениені қарайтын болсақ, бізде міне ортасында тек бір ғана пробел тұр, иә? Ал астыңғы бөлімді қарайтын болсақ, бізде ортасында 2 пробел тұр. Яғни осының өзі сіздің чат-ботыңыздың жұмыс жасауына әсер етеді. Сондықтан да бұл қате. Оның қате немесе дұрыс екенін қайдан біле аласыздар? Сіз осы сіздер байқағандарыңыздай, өздеріңіз байқаған боласыздар, сабаққа байланысты ұсыныс айту деген батырма басатын болса адамдар, онда дәл осы текст өздеріңіз байқағандарыңыздай ботқа жіберіледі автоматты түрде. Ботқа автоматты түрде сол текст барады, және де оны біз сценарий бөлімінде дайындап қоямыз. Сол сұрақтың жауабы міне. Яғни екінші бетінде курсқа байланысты топ 10 сұрақ. Біз осы жерде тексереміз. Редактировать батырмасын басып, қанша ортасында пробел тұр. Көрдіңіздер ме? Тек бір ғана пробел тұр. Егер де осы бөлімде сіздерде 2 пробел немесе артық үтір, артық нүкте, артық қандай да бір әріп өтетін болса, онда сіздің ботыңыз жауап бермейді. Себебі сообщение в точности совпадает, яғни в точности бірге бір 100% қайталануы керек. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді дәл осылай сіз барлық сұрақтарыңызды жазып шығасыз. Міне, барлығы дәл осылай жасалынған. Осы жерге сөздер қойылған, өзімізге керекті. Серіктестік жайлы сабақ, басқа ақпарат қызықтырады. Мынаны удалить етудің жолы міне. Удалить деп тұрады, удалить тиісіп болады, ол өшіп қалады.
сақтайсыздар. Енді сценарий бөліміне барамыз. Яғни біз не істедік? Біз негізгі приветствие сообщениедағы 5 негізгі кездесетін сұрақтың жалпы батырмаларын жасап шықтық. Ол дұрыс, оны жасадық. Енді келесі, біз әрбір сұрақтың жауабын жасауымыз керек қой. Яғни мысалға адамдар сабаққа байланысты ұсыныс айту деп басатын болса, онда бізге дәл сол сұрақтың жауабын сценарий бөлімінен жасаймыз. Неге сценарийден жасау керек? Себебі автоворонкада сіз бірнеше текстті қоя алмайсыз. Яғни 1, 2, 3, 4 текстті қоя алмайсыз, дұрыс қой? Ал автоворонкада сіз өзіңіздің ботыңызға Telegram болатын болса, онда оған әртүрлі ссылкаларды ала аласыз. Ол туралы сабақтарда айтылған болатын. Ол түсінікті деген ойдамын. Егер сабақтарды көрген болған болсаңыздар, онда толығымен сіздер түсініп отырсыздар. Егер де көрген болсаңыздар. Көрмеген болсаңыздар, онда сабақты толығымен көріп шығыңыздар. Себебі сабақты көрмейінше бұл сабақты сіз мүлде түсінбейсіз. Жақсы ғой? Енді мысалға біз қайсысын мысал ретінде алдық? Өзіңіздің ұсынысыңыз, иә? Біз міне сабақтарға байланысты ұсыныс айту. Енді оны қалай жасайды? Қазір сіздерге бір мысалмен көрсетемін. Сабаққа байланысты ұсыныс айту текстін копировать етіп аламыз. Оны Chatlit.io платформасында сценарий бөліміне әкелеміз де, создать команду батырмасын басып, дәл сол текстті өзгертпей қоямыз да Enter'ді басамыз. Яғни көрдіңіздер ме, міне сақтауды 4 бұрышты рамка шықты, демек ол сақтауда. Енді далее батырмасын басамыз. Далее батырмасын басқаннан кейін осы сұрақ бойынша қызыққан адамдарға қандай жауап келу керек? Міне осы текстті копировать етіп аламыз және де қоямыз. Сақтаймыз, жағына сақтап қоямыз. Жалпы сіздерге не үшін копирайтинг үйретілді? Не үшін сіздер жалпы копирайтинг дұрыстап жазу керек, әрлеу керек деген сабақтар өтілді? Барлығының мақсаты осы чат-боттың ішіне кірген адамдарға дұрыс тексттермен жауап беру арқылы ол адамдардың вниманиясын сақтап қалу. Ол бір. Екіншіден, неге сіздерге PDF сабақ үйретілді? Себебі сіз өзіңіз таргетингке жіберетін PDF документті құрастыра алатын болсаңыз, онда сіз клиенттің бірінші рет сізді көргеннен бастап, жалпы сіз туралы алғашқы ойын қалыптастырғанға дейінгі процесті жасадыңыз деген сөз. Яғни бұл түсінікті, иә? Енді қараңыз, сіздерде жалпы дәл осылай басқаларда жасалып шығады. Міне, кез келген осылай жасалынады. Енді бұл жерде кішкене ерекшелігі бар. Міне, сіздерде мына бөлімге кіргеннен кейін әрі қарай тағы да бөлек бір сұрақтар бар, иә? Серіктес болғым келеді деген. Осыны қалай жасаймыз? Осы бөлімде сіз егер де байқаған болатын болсаңыз, онда серіктестік жайлы ақпарат алғым келеді деп ботқа жіберген уақытта, онда боттағы автоматты түрде мына 5 сұрақ жойылады да, яғни ол жерде серіктес болғым келеді және де бас мәзір деген 2 батырма пайда болады. Неге біз бас мәзірге қайтадан қайтуымыз керек? Себебі қалған сұрақтарға адамдардың жауап алуы керек болуы мүмкін. Түсінікті ғой? Сондықтан да біз осы бөлімнен кері қайтуымыз керек. Ал басқа бөлімдерде бұлай жасалынбаған. Яғни басқа бөлімдерде қосымша тағы да бөлек ешқандай да сұрақтар жоқ. Оны қалай жасаймыз? Біз серіктестік жайлы ақпарат дегенді копировать етіп аламыз. Және де оны өзіміздің сценарийге ставить етеміз. Оны артық басып кетті. Және де көрдіңіз бе, біз осы жерде 2 жауап қоямыз. Біріншісі, міне, өзіміздің серіктестікке байланысты бар ақпараттар. Мына жерде видео ссылка деген, бұл видео ссылканың орнында тұратын, яғни бұл жерде видео ссылка тұру керек еді негізінен. Ол видео қазір салынып жатыр. Алдағы уақытта мен сіздерге жіберетін боламын, ойымдамаңыздар. Енді осы жерде қараңыз. Бас мәзір және де серіктес болғым келеді. Егер де серіктес болғысы келетін адамдарға дәл бағанағы принцип бойынша дәл солай батырманы қоямыз, атын жазамыз, және де ол сұрақтың жауабы міне тұр. Егер де серіктес болғым келеді дейтін болса, көрдіңіздер ме, алдағы уақытта толық ақпараттармен қамтамасыз етеміз. Ол үшін Бауыржан Тасболатовқа жекесіне жазыңыз. Яғни бұл сізге түсінікті деген ойдамын. Егер де адамдар кіріп, және де серіктестік жайлы көбірек ақпарат білгім келеді десе, серіктестік жайлы ақпарат жіберетін видеоны жібереді. Және де егер де видеоны көріп, одан кейін, мен видеодағы
шарттарға келісемін, серіктес болғым келеді деп айтатын болса, онда арнайы батырманы басады да серіктестікке арналған барлық ақпараттарды менің жекеме қарай жазып сұрай алады. Қосымша өзінің условиялары қандай, немесе қандай бөлек сұрақтар болатын болса, оның барлығын мен жекеме қоя алады. Бұл ақпараттардың барлығын сіз өзіңіз жеке айтып отырмайтын боласыз. Және де жоқ, серіктес болғым келмейді, мен бас мәзірге қайтамын дейтін болса, онда бізде бас мәзір деген тұр. Енді қараңыз, біз не үшін жалпы Телеграмның ключевой сөзін бас мәзір деп қойғанымызды түсіндіңіздер. Жалпы өздеріңіз алдын ала түсініп отырсыздар деген ойдамын. Мен сіздерге ең басында кіре салғанда көрсеткен болатынмын. Байқаған болатын болсаңыздар, автоуронка бөлімінде біздің текстіміз бас мәзір деп тұр. Көрдіңіздер ма? Текст бас мәзір. Жалпы тексттің бас мәзір деп қойылуының себебі де осы. Ал сіздерде жалпы сұрақ болып тұрған шығар, қалай сен автоуронкаға екі текстті қоя алдың деп. Өздеріңізде байқап тұрғандарыңыздай, мен екі текстті ортасын пробелмен бөлген жоқпын, ортасын арнайы дефиспен бөлдім. Көрдіңіздер ме? Сіз текстті ортасын дефиспен, әртүрлі знактармен бөле аласыз, бірақ та бұлай жасаудың жалпы мен сіздерге ұсынбайтын едім. Неге? Себебі бұл адамдарға кішкене олқы көрінеді. Яғни адамдар әрбір тексттің ортасына пробел қою, әртүрлі знактар қоюға үйренбеген әлі. Ол оларға дұрыс емес болып көрінеді. Сондықтан да мен бұны тек бір рет қолданамын, тек кері қайтадан басына қайту үшін. Енді сіздерге жалпы бот жасау барлығы түсінікті деген ойдамын. Алдымен боттың картинасын өзіміздің басымызда құрастырамыз, одан кейін оны қағазға жазып шығамыз. Бұл бот ең қарапайым бот. Жақсы ғой. Жалпы сіздің таргетингте сіздің лид магнитіңізді көріп, қызыққан адамдар автомат түрде мини лендинг пейджға түседі. Мини лендингтен адамдар өзіне керекті жаңағы мессенджерді таңдайды. Өзіне керекті мессенджерді таңдағаннан кейін өзіне керекті лид магнитті алады. Ал одан кейін ары қарай тағы да керекті өзіңізге ақпараттарды чат-ботқа құрастырып қойсаңыз болады. Бұл сіздерге толығымен жеткілікті, толығымен түсінікті сабақ болды деген ойдамын. Дәл осылай Фейсбукта да, бірақ қазіргі уақытта Фейсбукта обновление болып жатыр, ВК-да да жасауға болады. ВК-да да тоже обновление болып жатыр, өкінішке орай. Алайда ол обновление біткен уақытта дәл осылай құрастыра аласыздар. Бұл түсінікті деген ойдамын. Енді WhatsApp бөліміне келдік. WhatsAppты қалай жасаймыз? WhatsAppта ешқандай сұрақ жауап бөліміне арнайы батырмалар жоқ. Алайда олардың орнына арнайы сілтемелер қоюға болады. Ол сілтемелерді қалай қою керек екендігін бөлек сабақта түсіндіремін. Сіздердің басты мақсаттарыңыз Telegram бұл өте оңай мессенджер, өте қарапайым, кез келген адамға жасай алатын мессенджер. Сіздер дәл қазір осыны жасауларыңыз керек. Енді сіздер тек қана осыны жасап қана қоймай, ары қарай бұны дорабатывать етулеріңіз керек. Қараңыздар, бізде курсқа байланысты топ 10 сұрақ деген бөлім бар. Сұрақтардың тізімі бар, бірақ жауап жоқ. Байқадыңыздар ма? Жауаптарды мен өзімнің сценарийіме тек бірінші, екінші сұрақтың ғана жауабын жазғам. Ал сіздер дәл осы ботты құрастырып, ары қарай өздеріңіз тағы да түсініп, жалпы бүкіл функциясын үйрену үшін өздеріңіз қалған 10 сұрақтың жауабын толығымен жазбасаңыз да, әрбір мысалға 2 деген санды жіберсе орнына привет, 3 деген санды жіберсе қалайсың деген сияқты тексттермен ауыстырып жазуларыңыз керек. Бұл сіздерге практикалық жұмыс болып табылады. Сіздер осы практикалық жұмысты жасаған уақытта чат-ботты жалпы қалай құрастыру керек, чат-боттың функциясы қалай барлығын толығымен түсінесіздер. Сіздерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Бірге бір қайталаңыздар, сабақ барлығында жасалған уақытта боттарыңызды группаларға жіберіңіздер, жақсы ма? Егер де сіздер тарифті алмай, алайда пробный уақыт бітіп қалатын болса, онда сіздер chatlit.io платформасына қайтадан тіркелсеңіздер, сіздерге жаңадан қайтадан 3 күн уақыт береді. Осы 3 күннің ішінде сіздер Telegram ботты өте оңай жолмен құрастыра аласыздар. Сабақты міндетті түрде көріңіздер, көргеннен бұрын оны бірге бір қайталаңыздар, қайталағаннан кейін сіздер осы чат-ботты өздеріңіздің Telegram группаларыңызға жіберу арқылы тексертіңіздер, жақсы ма? Міндетті түрде кез келген сұрақ пайда болса, Telegram группаға қойыңыздар. Telegram группадан сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беріледі. Сабақты тыңдағандарыңызға рахмет.